Бисмиллах, ал көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін осындай ерекше әдемі сметаник пирогын жасадым. Ең алдымен бізге бір жұмыртқа керек болады. Міндетті түрде жұмыртқамыз бірінші сортты болу керек. Бірінші жұмыртқамды жақсылап араластырып аламын. Содан кейін барып, мен қантымды саламын. Осылай қантымды салып, жақсылап, ақ көпіршік болғанша араластырып аламын. Осы тағы мен каналымда басқа да пирогтардың рецептілері бар. Барлық пирогтың тестісі бірдей болады, тек салмасы ғана өзгеріп отырады. Мен ендігі кезекте разрыхлителді ұнға жақсылап салып, араластырып аламын. Біркелкі болғанша. Міндетті түрде ұнға араластырып аласыздар бірінші. Содан кейін барып саламыз. Осылай қасықтың көмегімен араластырып алдым. Енді біз бөлме температурасындағы сары майымызды саламын. Міндетті түрде бөлме температурасындағы болу керек. Содан кейін барып ұнымызды салып, біз жақсылап тестелейтін боламыз. Осылай қолдың көмегімен сары майымызды ертіп аламыз. Қыздар, менің алтын көрермендерім, менің каналыма өтіп, әр түрлі видео рецептілерді көріп, лайк, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар міндетті түрде. Осылай қолдың көмегімен осындай корж жасаймыз. Осы қамырымызды илеп алдым. Енді осыны мен холодильникке 30 минутқа жіберіп аламын. Енді біз холодильникте тұрған тестіміз дайын болғанша, біз оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 3 дана жұмыртқа керек болады. Ол да бірінші сортты болу керек. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін барып, біз қантымызды саламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді менде осындай Гузман деген фирманың осындай красителі бар. Менікі ұнтақ түрі. Осы ұнтақ түрінен салатын боламын. Ал сіздерде сұйық түрі болса, сұйық түрін сала беруге болады. Осы фирманікі өте жақсы, сапалы. Сондықтан қорықпай сала беріңіздер. Дәмі де ондай қатты ерекшеленбейді. Кәдімгі сметаник пирогтың дәміндей. Тек бұл жерде светі ғана өзгереді. Мен де кішкене салып көрдім, қызармай тұр. Сондықтан тағы саламын. Тағы да салып көремін. Мен осы пирогты бірінші рет жасап тұрғандықтан көп салуға да болмайды. Қатты қызарып кетуі мүмкін, сондықтан осылай салып көріп жатырмын. Ал осындай свет болды. Осылай болып өзгереді. Енді үстіне 20% қою қаймағымызды салатын боламыз. Міндетті түрде қаймағымыз
20% болу керек. Осы граммдарын описание бөліміне жазып кететін боламын. Описание бөлімінен қарай аласыздар. Осы қаймақ салғаннан кейін де қазір түсі кішкене ақшылдау болады. Осылай барлығын жақсылап араластырып аласыздар, біркелкі масса болғанша. Араларында түйіршіктері болып қалуы мүмкін, сондықтан қолдың көмегімен араластырасыздар. Енді менде мана тестім дайын болып қалды, 30 минут болды. Енді осыны біз өзінің формасына орналастыратын боламыз. Осындай жұмсақ болып шығады. Мен барлығы пирогты осылай жасаймын, қолдың көмегімен. Оқтаумен жасаңыз да болады. Маған осылай ыңғайлы. Енді осыны мен формасына орналастырғаннан кейін барып, салмасын салатын боламын. Салмасы осындай әдемі түс болып шықты. Енді осыны мен қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут аралығында пісіріп алдым. Пісіріп алғаннан кейін міндетті түрде суығаннан кейін барып формасынан аласыздар, болмаса сынып кетуі мүмкін. Ал менің пирогым дайын болды. Формасынан алғаннан кейін де осыны суытып жеген жақсы. Егер де ыстылай, жылылай жейтін болсаңыздар, араларындағы түйіршіктер болып қалуы мүмкін, жұмсақ болып қалуы мүмкін, сондықтан суытып жеңіздер. Менде әлі суымағандықтан осылай сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне осылай болып шықты. Өте әдемі, дәмі де өте жақсы болып шықты. Ал менің алтын көрермендерім, сіздер де осылай жасап көріңіздер, міндетті түрде. Дәмі кәдімгі сметана пирогтың дәміндей. Еш қорықпай жасай беріңіздер. Сіздермен болған Гүлжайнар, сау болыңыздар.